Бүгінде көптің көңілі күпті, халықтың назары әлеуметтік желіге ауған. Көбісі дүниені дүрліктірген індет жайында минут сайын тараған жаңалыққа қанық. Үрей мен күдік ұялататын ақпарат тасқынын әркім әрқалай қабылдауда. Осындай қиын қыстау шақта Исатай ауданындағы бақ рөлі қандай, тілші тарқатсын. Елдегі қалыптасқан жағдайға байланысты ауданның басты ақпарат көзі Нарын таңы газеті. Редакция ұжымы жергілікті әкімшілікпен бірлесіп Facebook желісі арқылы тікелей жаңалықтар атып түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бас редакторға хабарласып, газеттің таралымы мен бүгінгі тыныс тіршілігін білдік. Әр бейсенбі күні халықтың пошта жәшігіне барып тұруы тиіс. Одан қалды сайтымыз бар, электрондық бақ бөлімі бар. Ол да күні-түні ақпарат тарату жөніне тарихи шежірелік танымдық мақалаларды беруге тырысып жүрміз. Оның ішінде мынау өзіміздің өмір сүретін Нарын құмындағы болған шешек, тырысқақ, оба аурулары, олардың жалпы таралуы, оннан сауығып кеткен адамдардың өзінің басынан өткізген шағын тарихтары осы бүгінгі біздің газетіміздің негізгі тақырыбының арқауы. Тәртіпке бағынып, әркім өзін оқшауласа індеттің беті қайтар еді дейді исатайлық қаламгер Мұрат Бектенов. Бүгінде шығармашылық адамдар мен ауыл үлкендері елді бірлікке шақыруда. Шаңырағының басына қарақшы байлап қойған. Немесе үйінің құлықтың басына қарақшы байлаған. Қарақшы байлап деген сөз сол жерде жұқпалы ауру бар деп есептейді. Міне, сондықтан қазіргі кезде мынау техниканың, мынау байланыс құралдарының несі күшті. Бұнда ең бірінші маңызды іс атқаратын мынау ақпарат жүйесі. Телевидение, радио, жергілікті газеттер, мынау өлкелік газеттер осы жөнінде жақсы мақалалар жазып жатыр. Біз елге сабырлық тілейміз, шыдамдылық тілейміз. Жалған ақпараттарға бой бермеу керек. Қаламгерлер жазбасында айтылғандай, Нарында шешек, оба, іш сүзегі, қызылша сияқты жұқпалы аурулар көп болған. 1902 және 1907 жылдары Батыс Қазақстанда басталған оба ауру Иіндір, Махамбет, Құрманғазы, Исатай ауданы жер көлемі кіретін Нарын құмында етек алуына байланысты көп адам дүниеден озған. 20 ғасырдың 30-40 жылдарында ең соңғы рет 1994-95 жылдары Атырау облысында оба ауруының белең алғаны көп тарамағанмен белгілі. Аурудан сақтану үшін, індеттің алдын алу үшін осы мамандардың біздер талап тілектерін орындауымыз керек, үйде отыруымыз керек. Көзқарақты оқырмандар аудандық Нарын таңы газеті бетінде жариялап келетін мысалы Мұрат Бектенов сияқты азаматтар. Мен де өзімнің бар білгенімді осы Нарын таңы газеті бетінде жұқпалы аурулар тарихы жөнінде, біздің ауданымызда таралған жұқпалы аурулар жөнінде жазып оқырмандармен бөлістім. Айта кету керек, қазақ даласында болған жұқпалы аурумен күресте сол кездегі патша үкіметі қазақ жастар медицина саласында оқытқан. Олардың арасында аты елге танымал Қажығали, Мамеков сынды тұлғалар бар. Зейнерғали, Ержан Шеруенов, Атырау арнасы, Исатай ауданынан.